Қадірлі кеш көрермен, эфирден алғашқы біз іске кірісті қадірлі қонағымызды қарсы алайық. Құрмет орденінің иегері, кәсіпкер, продюсер Қыдырәлі Болманов. Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз. Шүкір, Аллаға бәрі жақсы. Жаңа сағалыңыз. Бүгінгі бағдарламада Нұржан Қалжан сізден кетіп қалды. Солай ма? Кетіп қалды емес, мен оны босаттым. Қыздарға қалайсыз? Қыздарға жақынмын десең бе? Енді ол қиын анан жоғалту. Өз-өзіңізді кінәлайтын сәттер бола ма? Үлгере алмай қалдым, қоштаса алмай қалдым деп. Әрине болады. Шоу-бизнесте жүрген қазақ қыздарының арына ақша ұсынған азаматтар болды ма сіз арқылы? Өздердің кезінде болды, я. Қолыңыз ауырып қалмады ма? Қолыңыз ауырмады ма? Етеппе жұқа қоймай енді. Сіз соңыз. Елордамыздан біздің шақыртуымызды қабыл алып порталып келіп жатқаныңызға мың алғыс. Алғашқы сұрақ болсын. Өткен өміріңізге көп үңілесіз бе, жоқ келешекке көп қарайсыз ба? Енді келешекке көп қараймыз әрине. Өткен өмірді еске алып тұратын, бір нәрседен қуат алатын, бір қатеңді қайталамайтын анализ жасау үшін керек қой әрине. Көбінесе енді алға, болашаққа қарайсың. Жақсы, жалпы Қыдырәлі мырза болашаққа көп қарайды. Бірақ өткенді бір сабақтап, санамызға салмақтап, кеткен қателіктер болса, қайталамауға тырысайық. Жақсы. Ең алғашқы бағдарламасының ережесі әртүрлі ұяшықтар берілген, атаулары бар. Тақырыбымен танысып, артындағы Қыдырәлі Болмановтың ең алғашқы қадамдарымен жақсылап танысып талқылаймыз. Бағдарлама соңында келген кейіпкермен біз бұрын соңды сіз жасамаған бір ең алғашқы қадамды жасаймыз. Қарсылық жоқ қой? Қош келдіңіз дейміз ендеше. Рахмет. Тақырыптармен танысайық, ұяшықтар әртүрлі. Күлгін, сары, жасыл, қызғылт сары, қызыл және көк. Қайсы таңдаймыз? Қызғылт сарыдан бастайық. Қызғылт сары ұяшықтың тақырыбымен танысақ. 3 әріп. А, Б, К. Бірден таптыңыз ба? Жақсы, толық танысайық ұяшықпен. Кірпігімнен құлап жатты тамшылар. Бәз біреулер бұған сірә таңшыға. Аяқ асты бір құбылыс болды. Намыстан құрылған топ десек те мен қателеспеймін. Қарасақ жастардың арасынан құралған сол кезеңдегі жастардың арасында топ жоқ екен. Ойымыз бір жерден шықты. Неге айтпасқа? Сол алдымызға жобалап жүрген тамшылар әнінен бастап көрейік дедім. Өз кеудеңе сыймаста, ұқтай алмай шықтың бәлде сағына. Сөйтіп АБК тобы 1996 жылы АБК тобы заңды түрде өз жұмысын бастап кетті. Жанарыңа жас толып, мен ойладым сүйіктім, ақша жүзің албыртып, от жалын боп күйіп тұр. 5 жылдан аса бір АБК тобы боп жақсы жүрдік. 2001 жылы АБК топ боп жұмысын тоқтаттық. Қайткенде де біздің табиғи музыкалық бағытымыз үшеуміздікі 3 түрлі. 2001 жылы Қыдырәлі екеуміз Түркістанның үлкен мерейлі тойына, торғалы тойына қатысып, содан кейін Қыдырәліні шақырып, ешқандай өкпе жоқ, халық та түсіне қарайтын шығар. Екеуміз қол алысып, маған енді рұқсат берерсің, мен де өзімнің жеке творчествомен айналысайын. Саған берер батам мәдениет министрі болды, өзім қалшындап қолынан ұстап, екеуміз сол кезде 2001 жылы нүктесін қойған. Айсұлу, обними, поцелуй меня. Сол жылдар керемет естеліктерге толы уақыттар ғой.
Әрине. Былай қарасақ. Жаңа осы бейнематериалды көріп отырған сәтте сіз тамшылар әнін қосыла шырқадыңыз. Жалпы көлікте кетіп бара жатқан кезде, сапарда сіз АБК тобының орындауындағы қай әнді жиі есіңізге алып айтып отырасыз? Көбінесе әрине ол тамшылар, бір тамшы жас, олар, қос, бір шамандер, говори деген бір орысша ән жазғанбыз. Сосын мен сені сүйем гүлім, мен сені күтем күнім, сенсіз ешқашан жашай албай, сен жөнінде ойлай берем дейтін ән. Әртүрлі тілдерде әндер шырқалды сол уақытта. Иә. Тамшылар деп аталатын бейнебаян. Алғашқы бейнебаян. Ең алғашқы бейнебаян. Ақан Сатаев, қазіргі қазақ фильмнің директоры, сол бейнебаянды түсірген адам. Иә. Топ тарқағаннан кейін Қыдырәлі мырза ең көп естіген сауал? Біз тарқағанда біз тарқадық деп жар салған жоқпыз негізі. О кезде мен гүлдерді басқарып жүрдім. Соның бас директоры болып және көркемдік жетекшісі болып жұмыс істеп жүрдім. Медеуде менде жұмыс істеді, Ұлытауда менде, яғни әншілердің көбісі сол гүлдерде болдық. Содан өзіміздің үлкен программамыз жасадық. Медеу көбінесе сол бізде гүлдерде бәрібір бірге істеп жүрдік қой. Сондықтан бұлай сондай дабыра болған жоқ, неге бүйтті сөйтті деген әңгімелерді болған жоқ. Ары қарай Ұлытау, одан ары қарай гүлдер, одан ары қарай мен акиматқа шақырып алып кетті Иманғали ағамыз Тасмағамбетов. Мемлекеттік қызметке араласып кеттіңіз. Иә. АБК жалпы расында да сол уақытта ең алғашқы трио десек болады. Иә. Қазақстанда құрылған. Сіздер керемет жақсы дүниелерді ұсындыңыздар. Осы ретте енді бағдарлама ең алғашқы болғандықтан бірнеше сіздің ең алғашқы жұмыстарыңызға тоқталғым келеді. Сіз жасаған продюсер ретіндегі ең алғашқы сәтті жоба? АБК ғой? АБК. Ең алғашқы сәт. Ең алғашқы жоба ол, ең сәтті жоба. Ол АБК. Иә, барлығы да сәтті негізі, Аллаға шүкір. Одан кейінгі әлемді аузына қаратқан деп айтсам, қателеспеймін. Ұлытау тобы. Иә. Осы ретте Ұлытауға да тоқталайықшы. Идея қайдан келді? Жігіттердің басын қалай қостыңыз? Қандай қиындықтар туындады? Ұлытау жалпы ол қиыспайтын дүниені қиыстырған менің авторлық жобам. Яғни домбыраны стадионға алып шығу үшін сен оған белгілі бір формат ойлап табуың керек. Стадиондық формат, оның барабаны болу керек, оның ертең ол шетелдер тағы басқалар тыңдаған кезде ол жұмырланып тұру үшін, бір ештеңкеге ұқсамай тұру үшін. Құрманғазының күйі адай дәстүрлі. Оған барабан, жаңа гитара, оның драйвтарын қосу деген айналғанда қиылыспайтын нәрсе. Өйткені дәстүрлі дүние, әсіресе күй, ол камералық музыка ғой. Ол стадионға арналмаған. Алмаған жастарға шығару керек. Жастардың санасына сіңіру, көздерін үйретіп әбден қадағалап тастау. Өйткені мына әлеуметтік желінің өзі толып атқан тасқын ақпараттардың арасында домбыраны жоғалтып алу қиын емес негізінде. Өйткені күнделік жүріп отқан бағдарлама, бір күнделікті бір керемет жаңағы сайыстар, додалар болып атқан жоқ айналып келген кезде. Сондықтан жалпы жастарға тарату үшін, жалпы әлемге шығару үшін бір белгілі түрде бір бұрын соңды болмаған формат ойлап табу керек болды. Әр адамды елең еткізетін. Ол әлемнің ішіндегі әлем рок-музыка. Роктың, былайша айтқанда, өзінің энергиясы бар. Екеуі қиылыспайды дедім ғой, өйткені мынау дәстүрлі дүние. Бұл рок, екеуінің жалпы қиылыс әлем, ай менен күн сияқты ғой. Бір-біріне қиылыспайды олар.
Бірақ бұл жерде ең келісіп тұрған нәрсе екеуінің де энергиясы, адайдың энергиясы мысалға. Құйылып келген кезде мына жақтан драйв энергиясын одан да еселейді да, екеуі осы жерде үйлесті негізі. Екі жанрдың басын біріктірген ол энергия. Иә. Ұлытау біздегі нарыққа сыйды ма, сыймады ма? Менің жалпы айналысатын жұмысым ол ұлттық идеяларды коммерцияландыру, яғни жаңағы сіз айтып отқан нарықта. Домбыраның өзі енді ол коммерциялық аспап емес, ол идеологиялық, ол мәдени аспап, ол ата-бабаларымыздан келе жатқан біздің кодымыз, ол біздің қасиетіміз де. Оның үнімен біз бәрі кәдімгідей зарядка аламыз, былайша айтқанда. Ал енді домбыраны коммерциялық нарыққа шығарған кезде домбыраны сату мүмкін емес, дискіде сату да мүмкін емес. Өйткені біз нені сатып аламыз? Тек қана эстрадан. Домбыраны нарыққа қалай бейімдедіңіз? Қандай қадамдарға бардыңыз? Форматтадым, заманауи форматтадым. Ішінде домбыра бір нотасы бұзылмаған аталарымыздың күйлері, сыртының бәрі формат. Рокқа да келтірдім, өйткені соны алып тұрмыз. Мына жақтан этнодан кішкене күміс белбеу ғана, не ғана қылып жеңілдетіп істеп. Содан ең бастысы сенімім неде болатын? Бір тыңдаған адам, оған бүйтіп қарық қалады да. Яғни, внимание, адам көңілін аудару. Одан кейін оны қызықтыру. Түсінікті. Енді, Қыдырәлі аға, сіз продюсерлік еткен ең алғашқы сізбен бірге жұмыс жасаған әнші кім? Рахат Тұрлыханов. Рахат Тұрлыханов. Ол кісімен сіздердің араларыңыздағы жұмыс қанша уақытқа созылды, қаншалықты сәтті жұмыстар жасай алдыңыздар? 3-4 жыл деймін, ұмытпасам. Ол кезде Рахат 16-та болатын. Ұсыныс сіздің тараптан болды ма? Жоқ, ұсыныс өздерінен болды. Өздерінен болды, сосын әкесімен сөйлескен кезде әкесі айтты, 16-да қазір текке салпаңдап әрі бер жүргенше қазір спортмен айналыссын, одан кейін өнермен айналыссын. Ертең атына өзіне ат жасап, институтқа барғанда да ертең танитын болып, жағынан да бұлай болып. Енді санаға қонар сөз айтты әкенің балаға деген несіне өте риза болдым бір жағынан ол кісіге. Рахат өзі алдына жеке формат, ол басқа формат. 16 жастағы ән айтатын жас өспірімнің форматы былайша айтқанда. Еуразия бірінші арнасында ең алғашқы бағдарламасы жарнамаға кезек береміз. Жарнамадан кейін Қыдырәлі Болмановтың өміріндегі ең үлкен өкініші жайлы айтамыз. Ең алғашқы бағдарламаның сенбілік саны Лидия Каденоваға арналады. Актрисаның қызыққа толы балалық шағы. Менімен жасты Сандықша. Сіз 18-де, Сандықша 69-да ғой. Енді солай ғой енді. Өнер иесінің театрдағы ең алғашқы рөлі. 10 шақты жыл театрдың ең мықты рөлдерін ойнап, өзімше сұмдық болып жүргем. Лидия келді менің орныма қой. Жарының өмірден өткені жайлы қаралы хабарды естіп есеңгіреп қалған актриса дәл сол сәтте неге сахнаға шықты? Спектакль ойнамай тұрып естіп қойған ұш. Сондай жүкпен ол спектакль ойнап шықты. Ойнап шықтым, бірақ айттым, ешкім келмесін қазып. Артистің мың бұралған биі. 70-ке келгенде де осындай жағдайға ұшыраймын деп ойлаған жоқпын. Осы сенбі 18:35-те Еуразия бірінші арнасында. Келесі яшық. Қызғылт сарыны таңдадық. Күлгін болар. Күлгін. Күлгін ұяшықтың тақырыбымен таныссақ. Жырақтағы бала. Елестетіп отырмын. Кімді? Өзімді. Бұл тақырып басқа бір ойларға жетелемей ме сізді? Көп қойында жырақта жүрген бала көп, жырақ көп. Сіздің жат жерде жүрген балаңыз бар ма? Бәрі қамқорлығыңызда, қасыңызда. Өзім, иә. Жақсы. Мен қазір ортаға бір затты алдырайын. Ол зат сіздің ойыңызға көп естеліктерді оралтар. Осы отынды тасыған бала Қыдырәлі. Есіңізде ғой? Есімде. Жақсы. Ұяшықтың ішіне үңілейік, әзірленген материалмен танысайық.
балалық шағында сол 5-6 класс оқып жүргенде үйдің шаруасының бәрін сол істейтін ағалары біреу әскерде, біреу оқуда болып, әке шешесі өрнек деген жерде бухгалтер болды фермада. Сонда мен жұмысқа кеткенде ол бар шаруаны тындырып қоятын. Көмірді әкеліп, ағашты жарып, суды әкеліп, онда флягпен су тасимыз. Енді кішкентайымнан жаңағы қарындасы бар, үшеуміз бірге жүрдік, бірге отырдық. Бірақ мен тұрмысқа шығып кеттім. Сонда жаңағы сіңілім жылап отырса айтады дейді ғой. Неменесін жылайсың, рағат болған жоқ па? Ұрсатын адам жоқ. Ұрсатын адам жоқ деді. Менің группамда оқушы болды, мен класс жетекші болдым сол группаға. Тым енді отлично оқыған жоқ, бірақ жақсы оқыды. Сабақ өткіздірмейді мектепте. Сыйлайтын мұғалімдер болмаса, үлкен мұғалімдер болмаса, жастарға сабақ өткіздірмей. Енді кішкене бұзықтығы болды. Есік алдында отырғанда өтіп бара жатқан мұғалімдер қыдыр сондай тентектік жасайды мектепте, сабақ өткіздірмейді десе, жарайды, қазір сөйлесем деп қалады да, мұғалім кеткеннен кейін бізге айтады, бәріміз далада отырамыз ғой. Осындай тентектерден шығады, осы тентек адам болады ертең, керемет адам болады бұл деп. Әкесі, атасы болман үміт артып отыратын осыған кішкентай кезінің өзінде. Кішкентай кезінен ән айтатын, гитара әпер деп әкесіне гитара алдырды. Сол гитараменен өзі үйренді, соны қалай үйренгенін білмеймін, гитарамен өлең айтып отыратын. Одан кейін 8-ші класты бітірді да, ол Сұлтан Садуақасов деген кісі болған, директор училищенің, жаңағы Қыдырдың талантын, сен ақынның баласың, өлең айтуың керек, сен маған кел училищеге деп, училищеге болмай шақырып алды. Сол барғаннан кейін сол жерден жас жалын деген 5-6 баланы құрап, жаңағы ол уақытта гитара, ионика мен жас жалын деген ансамбль құрды. Сол ансамбльмен бірге жаңағы директор мәшине береді, олар совхоз аралап, ферма аралап концерт қойып жүрді. Даже Ұлытауға дейін барып, ауданға дейін. Балалық шағыңызбен қауышып жатқан боларсыз. Әпкеңіздің әдемі әңгімесі. Иә, бұл кісі мені кішкентайымнан еңбекке баулуды, яғни таңертең таңғы сағат 7:30-8-де мен әжеме шай беруім керек. Шай беру үшін мен пеш жағуым керек. Пеш жағуым үшін ағаш жаруым керек. Одан көмір дайындауым керек деген сияқты, көлін аласың, сөйтіп пысылдап жүріп, шайын қайнатып, әжеме шай беріп, шай ішіп алғаннан кейін ары қарай малдың астын тазалап, одан кейін су тасып, ой, бір бітпейтін жұмыс қой. Иә, ауылдың әйтеу бітпейтін тірлігі. 5 бөлменің бәрін жуып шығуым керек, жаңағы ағашты жару керек, жинау керек, деген көмір қатыру керек, бір бітпейтін малдың шөбін салу керек, сөйтіп пысылдап жүргенде сағат 12 болады. Сол көршінің балалары кетті хоккей ойнаймыз деп. Ол кезде уже тұра алмайсың енді. Жарайды енді деп. Бірақ әрі біраз жұмыс қалды, ең басы едендер ғана қалады да жуылуға. Сабақ оқылу керек, сабаққа кейде енді уақыт тимей қалады сөйтіп. Иә, жаңа айтып қалдым. Жарайды, кеше естідім ғой дейді, кеше тыңдап алдым ғой, соны айтып берерім дейсің да. Хоккейді ойнап жүр, бірге селк ете қаласың ғой, сағат қарасаң, бірге 15 қалады. Түстен кейін оқыдыңыз ба? Иә, 2-де оқыдым. Сол кезде селк ете қаласың да, жүгіріп, жақын әйтеуір анау. Жүгіріп келіп, басып алақпай көтерілесің, жаңа пимаға байланатын коньки ғой бізде. Пимаға кейін байлап аласың. Жүгіріп келемді, оның өзі орны бар, бәрі үйреніп алған, пимада, мен де үйреніп, әжелер аяқты сілкіп қойыңыз, айналып барып, тақ етіп тұра қалады да, екіншісін жоқ. Тақ етіп тұра қалады. Себебі табанына мұз қатып қалған. Табанына мұз қатып қалған, және өзінің орнына тұра қалады. Үйренген ғой, күнде солай. Содан жүгіріп келемді, 10 минут уақыт қалды. Бүкіл бөлме жуып, коридордың суын бүйтіп сығып атқанда апам келеді ғой, сағат 1-де кіріп келеді. Түскі тамаққа келеді, қарайды, сосын мен томпаңдаған жүріп бүйтіп алдым. Сабақты оқыдың ба дейді, оқыдым деймін. Кейде тексереді, кейде тексермейді. Тексерсе кешегі білге естігендерімді айтып беріп, әйтеуір бірдеңе қылып. Өйткені сабақ оқылмаса, мен мектепке жібермей қояды. Жібермей қойса, бұл жерде 2 жерден таяқ жеймін да. Былайша айтқанда не выгодно болып тұр да. Былайша айтқанда. Сондықтан әйтеуір үлгеруге тырысып, соны сабаққа кетем, кешке келем деген сияқты. Осы сарапамның өте бір менің еңбекқор болуыма тікелей өзі сол кісінің тәрбиесі болды. Жұмыскер бала болды деп айтты. Бірақ анау мектепке барғанымызда апайыңызбен тілдескенімізде енді сабақты қатырмады деп анығын айтты. Қай сабақты жаныңызға жақын қабылдадыңыз? Мен жақсы оқыдым негізі. Музыка немесе сурет өнері, геометрия қатты ұнайтын маған. Сіз сатып алған ең алғашқы музыкалық аспап қандай болды? Гитара, домбыра, әлде басқа аспап?
соның қайсы екенін білмеймін. Әйтеуір бір домбыра сұрап қыңқылдап қоймағаным бартын, бір есімде ол. Әкеме де, жаңағы басқаларына да домбыра әкеп бер деп, соны бір күн әйтеуір түнде алып келіп, бір жолдан келді ме, түнгі сағат 2-де домбыраңды әкеліп дегенде ат бір қуанып, оны құшақтап, сол қуанышым есімнен кетпейді, сол бірінші аспабым сол. Мектеп қабырғасында жүрген кезде Ұлытауға дейін барып, жаңағы концерт қоятын деп айтып қалды. Иә. Әпкеңіз. Иә. Ол қай сыныптар еді? Сұлтан Садуақасов ағамыз, ол менің оқытушым, қалай деп айтсам, ұстазым деуіме болады, көп нәрсені үйреткен. Өзі өте талантты кісі болатын. Сол кезде мен 8-ші сыныптан бастап, сен училищеге кел, мен саған аппаратура алып берем деп, ол кезде электронный гитара деген ол космостағы нәрселер ғой біз үшін. Ондай армандамайтынбыз тіптен. Электрогитарасын, барабанмен бәрін алып берем, ансамбль құрамыз. Ол жақсы ансамбль болады деп сол қоймай жүріп, ақыры 8-ші класста мен училищеге ауыстырды. Сөйтіп, біздерді ол кісі шынымен де аппаратурасын алып берді 8-ші класста. Біз деген бірінші рет ана гитараларды көрген кезде аппаратура, барабан, клавиштарды көрген кезде кәдімгі кекештен қола жаздадық қой. Біздің арманымыз алдымызда тұрды. Қуаныштан. Не айтарымызды білмей, жалақтап күле береміз, бірімізге қайты-қайты қосып, еще қосылады анау. Сөйтіп, ол да естен кетпейтін нәрсе. Содан кейін ол кісі жезді жұлдыздары, Жезқазғанда үлкен Ұлытау деген ансамбль болатын. Бәрі мемлекеттік қаланың керемет ансамбльдері болатын. Солардан режиссерларын, немесе музыканттарын шақырып, бізге бір айдай сабақ өтісетін. Кәдімгі мастер-класс кәдімгі. Сол кезде ол кісінің соның бәрін ойластырып жүрген. Мықты. 3 жылдың ішінде бізде аранжировка дегеніне мен өзім бас гитарада ойнадым. Досымжан деген досым, ол Сұлтан ағаң бас ритм гитарада, Болат та соло гитарада, Кенжеғұл деген бауырымыз ол барабанда ойнады. Ансамбльдің аты қалай аталды? Жас жалын. Жас жалын. Жақсы, келесі ашық. Сарын таңдайық. Тақырыппен таныссақ. Өнерпаздың өкпесі. Сіз өкпелеткен өнерпаздар бар ма? Өкпелеткен? Ағыңыздан ақтарылыңыз. Өмір ғой, біреудің алдын кесіп кеткен шығарсыз. Жоқ, Құдайға шүкір бар ғой, толық айтылатын нәрсе. Мен біреудің алдын кесіп, немесе біреудікіне жармасып, немесе бір өтірік айтып, немесе бірдеңе қылып көрген емеспін. Маған не керек? Ешқандай өнерпаз Қыдырәлі Болмановқа өкпелемес. Өкпелемес. Ал сіз біреуге өкпелісіз бе? Өмір болғаннан кейін біреудің жаңағы болады, мысалға, кейде бір еңбегіңді төгіп, бір адамды қолға алып, көмектесіп, оны бүйтесің, сөйтесің, оған қаржы шығарасың, уақыт бөлесің. Соны түсінбей жатқан кезде әрине адамда бір болады, енді оны мен бір керемет ашу немесе дей алмаймын. Жай бір көңілін қалып қояды. Болмайды екен деп қаласың. Үміт ақталмай қалады. Иә, сөзінде қоя саласың, жібере саласың. Ал қандай өнерпаздарға көңіліңіз қалды? Яғни сіздің үмітіңізді ақтамады, уақытыңызды арнадыңыз, энергияңызды жұмсадыңыз. Мен өзі бұлайда менің жасаған жобаларым жаңағы АБК, Ұлытау, Рахат Тұрлыханов, Қарақат, Бангор, бұлайда жеткілікті да негізі. Сондықтан мен бір ерекше бір дауысы болған кезде бір өзің ойлайсың, менікі яғни тек қана оны танымал қылу емес, одан формат жасау бағана айтқандай. Дұрыс форматты дүние жасап, оны іліктіріп жіберу, оны ары қарай насихаттау, оны өзінің биігіне жеткізу былайша айтқанда. Ол әрқашан сәйкес келе бермейді ғой негізі. Сондықтан біреуге ренжідім, өкпелімін деп айта алмаймын. Яғни сіз дәл қазір Нұржан Қалжанды меңзеп отырсыз ғой? Өзі сол ғана, мен одан кейін. Бұл Қыдырәлі Болмановтың сәтсіз жобасы десек бола ма? Өзгеріп өмір жолдары, бақытты білмей қолдағы, жылуды іздеп өзгеде, әттең ай жанның тоңғаны, жылуды іздеп өзгеде, әттең ай жанның тоңғаны. Мен аңсаған
махаббат қол жетпес айда, жаныма тыным берші оралмай ойға. Сезімді мендегі сезінгің келмеді, сырласып жүргенім қайда. Мен аңсаған махаббат қол жетпес айда, жаныма тыным берші оралмай ойға. Сезімді мендегі сезінгің келмеді, сырласып жүргенім қайда. Енді оны сәтті сәтсіз дей алмаймын, ол енді жасалып мен үшін соны жасайтын суретші рет болатын болса, мен суретімді салып бітірген жоқпын былайша айтқанда. Суреттің соңына жетпеуіне кім кедергі келтірді? Краска бітіп қалды десең бе? Жақсы. Нұржан Қалжан сізден кетіп қалды, солай ма? Кетіп қалды деуге болмас, мен оны босаттым. Тәртіпке көнбеді ме? Шешігетін кездері болды, тағы да сондай. Енді майда шүйді мен, бірақ өзім әскерде болғаннан кейін 45 секундта 2 жыл киінген адам болғаннан кейін дәл бұлай жүргенде жұмыс жүру үшін ондай тәртіп керек адамға. Яғни ол азамат тәртіпке көнбеді. Ұзын сөздің қысқасы. Ол өзімен өзі бір клип түсіріп кетті бір. Мен айтамын, айналайын, сен жетелеп келатқан мен ғой, бүйтіп мысалға бір линияның бойымен алып келе жатырмын, алгоритмі бар оның өзінің. Айттым ғой бағана технология деп. Бұл келеді де, міне бір жерге келген кезде алады да бір клип түсіріп жібереді да бір. Менімен де ақылдаспайды. Айналайын, салып атқан картина менің картинам ғой, мен оны өзім салып бітіруім керек қой. Картинаны құртты. Құртты демей-ақ қойын енді, бірақ бұл жерде менің жасап атқан жұмыстарым оның ондай жұмысына есептелмеген былайша айтқанда. Ол қиылыспайтын нәрселер. Яғни форматқа келмейтін шаруалар жасады. Бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін Қыдырәлі Болмановқа Гүлдер ансамблінің өнерпаздары неге өкпелі? Оны өз аузынан естейміз. Мен қазір өнерпаздың өкпесі деп аталатын ұяшыққа арналған арнайы затты ортамызға алдырайын. Бәлкім бұл қандай Қыдырәлінің ең алғашқы қадамы есіңізге түсер. Гүл. Ұяшықтың аты өнерпаздың өкпесі. Бағдарлама ең алғашқы. Гүл сыйлау жөнінде ме? Білмеймін. Кімге гүл сыйламадыңыз? Білмеймін, қолымнан келгенше енді сыйлаймын әйтеуір. Жақсы. Ұяшықтың ар жағындағы бейне материалды көрейік, содан кейін бар деп айтарсыз. Кеттік. жылы келдім Гүлдерге. Қыдырәлі сол кезде соның басшысы болды да, ол қалалық мәдениет басқармасының басшы болып ауысты. Қыдырәлімен бірге кейбіреулер келді деген сияқты. Жақсы жаңадан кадрлар алынды. Әншілердің ол кезде айлықтарын көтердік, костюмдер тіктірдім мен мысалы келген кезде. Ол енді алдында кішкене финанс жағынан адам етеді ғой. Сонда біз барынша финанс тауып, орын етіп, оны жақсы костюмдер тіктіріп, жақсы бағдарлама жасап, көптеген нәрсе жасадық. Әрине енді ол бір өңірейіп тұрған ондай бір Қыдырәлінің мына жерде жасамаған екен деп несі болған жоқ. Әрине, бірақ кемшіліктер болады ғой. Сен өзінің ол мысалы ұлытауы жақсы соған көңіл бөліп, өзінің басқа топтары болды, солармен жұмыс істеді деген сияқты. Может, кейбір әншілер мысалы оларға көңіл бөлінбей қалғандар болады. Оларында болады, мысалы, мынаған концертін жасап беріп отыр. Маған неге жасап бермейді екен деген сияқты бұрынғы әншілер. Кейбір адамдар болады ғой, кеткеннен кейін сыртынан әңгіме айтатындар деген сияқты. Бұл сіздің ең алғашқы мемлекеттік мәнсабыңыз. Дұрыс қой? Иә, дұрыс. Бас-аяғы қанша жыл еңбек еттіңіз? Гүлдерде? 4-5 жыл болар. 4-5 жыл. 4-5 жылдың ішінде тек қана Қыдырәлі Болманов өзінің жобаларына қарай көп көңіл бөлді, басқалары сәл өкпелеп қалды деген осындай бір пікір айтылды. Кім өкпелеп қалған? Өзіңіз айтыңыз. Кімді өкпелеттіңіз?
бұл жерге мен өзім жұмыс істейін деген ниетім болған жоқ, ойымда, жоспарымда болған жоқ. Сұранып келген жоқсыз? Жоқ. Маған бір күні Бекболат Тілеухан өзі комитетті басқаратын, звондап, ей бауырым, жаяу жүріп та жау алып жүрсің ғой, сен енді үкіметке де бір мемлекетке де қызмет істе, осындай гүлдерді басқар деді. Содан гүлдер деген не, мен биші емеспін, жаңағы хореограф емеспін, о жағын біле қоймаймын, бұл не екен де басымды басып, жоқ деп те айта салмайсың, сондай сенім түсініп тұрғаннан кейін. Қой не болса да барайық депсің, не бар екенін жаңағы көрсетіңізші дедім ғой барғаннан кейін. Сөйтсем бір қалған бір шамалақ қыз, 5-6 уақ па өзі. Олардың өзі жаңа жастарды әртүрлі, біреуің бойы қысқа, біреуің бойы ұзын деген сияқты, біреуі толық. Дүрілдеп тұрған гүлдер жоқ. Жоқ деуге болмайды енді, бірақ әйтеуір қалып кеткен да. Костюмдер ескі, билері ескі деген сияқты орны бар, бірақ көп жұмыс істеу керек болды. Содан кейін мен бардым да хореографическое училище бар осы Алматыда, Серезнев атында. Соған бардым да келісіп олармен 20 қызды таңдап алдым, жас қыздардан. Бойларда біргелкі жаңағы. Сөйтіп, олар 2-ші курстан кейін келетін болды. 1 жыл бірақ репетицияны жалғастырдық. Сөйтіп, 1 жылдың шамасында мен гүлдердің алғашқы концертін жасадым. 1 жылдың ішінде. Жастарға көп көңіл бөліп кетпедіңіз бе? Ересек әншілер қатардан қалып қалмады ма? Гүлдердің о кезде жалақсының өзі 15 мың болатын теңге. Мысалы, әншіге 15 мың теңге айына төленеді. Сондықтан ондай жалақы алғаннан кейін концерт жасау жалпы. Ол өзі алдына бір кәдімгідей бюджет, өзі алдына ол білім, өзі алдына ізденіс, ол кәдімгідей жоба, былайша айтқанда, проект, концерт жасау. Қойылымы бар, костюмі бар, жарнамасы бар деген сияқты, ол оңай нәрсе емес. Сондықтан да мен өзіме қатысты, өзім ойлап тапқан Ұлытауға концерт жасамаған дедім, мен кімге жасаймын? Солай емес пе? Ал қалған о жерде бұрыннан жүрген әншілер болатын болса, мен оларға бәріне концерт жасап бере алмаймын, өйткені бюджет жоқ гүлдерде ондай. Яғни гүлдердің басқасында жүрген кезде тек Ұлытауға концерт жасалды, бұрыннан келе жатқан әншілерге концерт жасалмады. Жоқ, Ұлытауға концерт о жерде байқайсыз ба, о кезде Ұлытау соншалықты танымал болды. Оларға бір жерге кіріп жұмыс істеу қажет емес болатын. Ал мен сол Ұлытау сияқты топтар арқылы гүлдердің өзін қайттан көтеріп алуым керек болды да. Яғни Ұлытаудың танымалдылығын гүлдерге пайдаландыңыз. Иә, Қарақаттың танымалдылығын, АБК-ның танымалдылығын бәрі мен гүлдерге пайдаландым. Қайттан логотип жасадым, қайттан бренд жасадым, қайттан маркетингті қолға алдым. Не жасай алмай қалдыңыз? Гүлдерде ме? Гүлдерде жүріп. Негізі бір үлкен жаңағы бүкіл шоу-программа қатысты дүниенің бәрі бар. Сондай үлкен жоба жасағым келген, Мәскеумен де сөйлесіп келгем. Сөйтіп жүрген кезде бір күні Иманғали Тасмағамбет ағамыз шақыртты. Сол мен бір қарасам акиматта директор, департамент, мәдениет департамент директоры болып отырмын. Өмірімде акиматқа кіріп көрген адам емеспін. Менің ол армандамаған, ұмтылған жұмысым емес. Бірақ енді емекеңде азаматтың сенімін, қолқасын жоқ деп айта алмайсың. Сөйтіп екі оттың ортасында қалдым. Я дейін десем, ертең не нәрсе істейтінді білмеймін да. Өйткені үкімет жұмысы ол деген басқа сала. Бұрын соңды барып көрмеген істіңіз. Иә, тәжірибем жоқ. Енді подвайт етіп бір жерде істей алмай қалам ба деген күмәнді ойларда келді, бірақ ішкі ойым қайттан өзі орнына келді да, жасаймыз, братан деді ғой. Жақсы. Келесі ұяшық. Қай ұяшықты қалайсыз? Мұсылмандардың түсі жасыл. Саған келейді. Жақсы. Жасыл ұяшықтың тақырыбымен таныссақ, көзімнің жасы. Осы тақырып сіздің санаңызға қандай ой салады? Әртүрлі. Жиі жылайтын жансыз ба? Жиі деп айта алмаймын. Бірақ өмірде көп нәрсе бар ғой, адамды жылататын, қайсысын айтарын білмей отырмын, бірақ оны. Кімнің көз жасына қалдыңыз? А? Кімнің көз жасына қалдыңыз? Қалдым. Алла сақтасын.
Ешкімнің көз жасына қалған жоқсыз. Мен көз жас дегенге мен өзімнің жылаған сәттерімді еске алып, аналарымды еске алып отырмын да. Ешкімнің көз жасына қалған жоқсыз. Құдай сақтасын. Түсінікті. Мен қазір ортамызға телеграмма деп аталатын баяғыдағы жедел хат қой. Осы жедел хат әдетте тосын қуанышты жағдай болғанда немесе тосыннан қайғылы жағдай болғанда келеді. Алла сақтасын. Сіз осындай телеграмманы қанша жасыңызда, қай кезде алдыңыз? Телеграмма. Ал әскерде жүрген кезде сізге телеграмма келді ме? Жоқ. Келді. Әжем қайтыс болғанда келді. Иманды болсын. Анашым қайтыс болғанда келді. Яғни 2 жылдың ішінде сіз 2 телеграмма алдыңыз ба? Иә. Өте қиын болды. Бір сәтте әскерге кеттім. Сол 2 жылдың ішінде бірінші әжемнен, одан кейін анашымнан айырылып қалдым. Ұяшықпен танысайық, әңгімемізді жалғастырамыз. Негізі бала кезінен Қыдырәлі өзі сурет салуға құмар болды. Суретті өте жақсы салатын. Жезқазғанға барғаннан кейін институтқа түсті. Сол институтта худграфта оқып жүрді. Сол жерден кешкілік ақша табу үшін жұмыс істейтін. Сол жұмыс істеп жүрген кезінде осындай тас қашайтын жұмыспен де айналысты. Анам 82 жылы қыркүйек айында қайтты. Сол қыркүйек айында анам қайтқанда Қыдырәлі әскерлік борышын өтеп, отан алдындағы борышын өтеп жүрген болатын. Ол кезде қазіргідей телефон жоқ, телеграмма жіберілді. Телеграмма жіберілгеннен кейін ол Қыдырәлі келгенше дейін анам дүниеден өтіп кетті. Енді Алланың жазғаны шығар. Қыдырәлі анамды жерлейтін күні келіп топырақ салуға үлгерді. Сол ішіндегі қайғының әсері ме, жоқ әлде өз анасының алдында осы бір борышын ақтағысы келді ме? Ту Алматыға барып, бұл кезде тас деген де жоқ біздің Жезқазғанда, гранит тасын алып келіп, өзі қолынан ойып, соған жазуын жазып, суретін салып, анамның басына өзі жасап қойды ескерткішті. Қай бала болмасын ата-анасын үлдемен бүлдеге орап, ата-анасының алдында бір еңбегін ақтағысы келеді ғой. Енді соған жете алмай қалды. Жете алмай қалған себебі енді ол Алланың жазуы. Анамыз Қыдырәлінің 18 жасы, менің 16 жасымда дүниеден өтіп кетті. Сондықтан мақсатын орындай алмады. Өкініші сол деп ойлаймын. Енді одан басқа өкініш болуы мүмкін емес ода. Бұл сіздің бір кем дүниеңіз бе? Әрине, енді ол қиын ананы жоғалту. Өз-өзіңізді кінәлайтын сәттер бола ма? Үлгере алмай қалдым, қоштаса алмай қалдым деп. Әрине болады. Бірақ ондай оймен өмір сүрмеу керек, әрине. Бәрі бір Алланың қалауымен ғой. Алаштың аяулы азаматсыз, қаншама жұмыстар жасадыңыз. АБК болсын, Ұлытау болсын. Бірақ осының біреуінде көрмей кетті ғой деп ойлайтын шығарсыз. Көрсе ғой, ұлының осындай жеңіске жетістікке жеткенін деп. Әрине. Кішкіна алақанына салып, осының бәрін көріп, қасында отырса, оған қазір немерелері тізелеріне жабысса, ол кісілер тәрбиелесе деген кезде кәдімгідей армандап, қандай нәрсе жоғалтып алғаныңды сезіне бастайсың, содан көңіл күйің де бұзылады, айналып келгенде. Ана деген ол үзілмейтін махаббат қой, адамға өте қажет, ауадай қажет. Ананың орны ештеңемен толмайды. Жаңағы басында тұрған тасты өзіңіз Алматыдан арнайы алып келіп, жазуын жазып, суретін салып, орнатқан екенсіз. Бұл сіздің анаңыздың алдындағы балалық борышыңыз болды ма? Иә, өйткені ол кезде анашым қайтыс болды, әжем қайтыс болды, содан бір перзенттік парызым басына бір тас қою болды. Суретімен, атын бәрін жазып, ең мықты қатта сол гранит екен.
мрамор одан жұмсақ екен. Содан гранит тас іздеп болған, мыңдаған жылдар тұра беретін тас қой, қатты тас. Оны Қарағандыдан тауып, оны алғызып, одан кейін бір мастер тауып соны жасайтын. Содан үйреніп өзім. Қалай сурет салу керек, анау деген тас деген бір нүктені дұрыс ұрмай қойсаңыз өшіре алмайсың одан. Өте бір сондай қиындау жұмыс, бірақ сол қиындық арқылы бір анашыма бәтәмші болса да бір парызымды өтегендей ма, бір жеңілдік алатындай ма, бір білмеймін, сондай бір толқыған ойлар бар негізі. Сондықтан мен оны жасап, бәрін апарып, басына қойғаннан кейін кішкене бір уф деген сияқтымын, бәрібір анашының жоқтығы күнде сезіліп тұрады бәрібір. Жасың жас болса да, үлкен болсаң да бәрібір. Яғни сол тасты орнатқаннан кейін бір жан дүниеңізде жеңілдік орнағандай болды. Иә. Расында біз осы ақпаратты естігенде таңғалдық. Анасының басына тасты Қыдырәлі мырза өзі қолымен ойып орнатыпты дегенде. Ал қазіргі уақытта туған елге, туған жерге, анаңыздың басына қаншалықты жиі барып тұратын азаматсыз? Жылына бір барып қайтамын, қолымнан келгенше. Кейде 2-3 рет барып қайтамыз, кейде 3-4 рет барып қайтамыз бір жылда. Туған елден, туған жерден қол үзген жоқсыз. Иә. Арнамыздан алыстамаңыз. Бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін Қыдырәлі Болманов 15 қыздың оқиғасын айтады. Бізде екі ұяшық қалды, көк пен қызыл. Қайсын таңдайсыз? Көк суық түске жатады, сондықтан көкті, содан кейін қызыл мен жылдып аламыз. Жақсы, көкті көрейік. Тақырыппен таныссақ. Нәпсі мен намыс. Нәпсіңізге ерік берген кездеріңіз болды ма? Нәпсінің жетегінде кеткен, Қыдырәлі. Оны қалай бейнелеуге болады? Нәпсі дегеніміз арақ болуы мүмкін, шарап болуы мүмкін, шылым болуы мүмкін, қыздар болуы мүмкін, құмар ойын болуы мүмкін. Құмар ойындарға жалпы менің нем жоқ. Байланысымда, қызығушылығымда, осы уақытқа дейін анау баяғыда дурак деген ойнаушы жоқ қой, алты картамен. Соны ғана білемін мен негізі. Құмар ойыннан алыс адамсыз. Қыздарға қалайсыз? Қыздарға жақынмын десең бе? Енді біздер осы қылтиып танымал болғаннан кейін-ақ, әсіресе АБК тобы кездерінде, енді миллиондаған десем артық болмас. Қыздар өте көп болатын. Қай қалаға барсақ та, концерттен кейін біздің жаңағы қол қоятын анамда бір болады ғой, бір үлкен бөлім. Сол деген қылысқан қыздар болатын. Неше түрлі сұлулар. Ақтау, Атырау, Ақтөбе деген сияқты, Қызылорда, бәрінде қыздар жүретін. Өте көп болатын және. Бұл жақта да сол Алматыда тіптен подъездімізге кіріп, жазып кетіп, сол жерде күтіп, ой, сондай болатын. Әрине, сіздер жас болдыңыздар, жарқырап шықтыңыздар. Бұл енді керемет кезеңдер ғой. Керемет кезеңдер. Нәпсі мен намыс деп аталатын ұяшықтың ар жағында қандай қадам, қандай оқиға жатыр деп ойлайсыз? Нәпсі мен намыс. Намыс. Көп оқиға негізгі ұлытау топтары, осының бәрі намыстан туған жобалар. Түбінде намыстары бар, иә. Жақсы. Мен қазір ортаға арнайы бір затты алдырайын. Біз қай оқиғаны қай сәтті меңзеп отырғандығымыз жайында бәлкім есіңізге түсер. Қара сөмке. Менің сөмкем емес пе өзі? Продюсердің сөмкесіне ұқсай ма? Ұқсайды. Ішінде ақша. $4000. Иә. Қандай оқиға ойыңызға оралды? Ол $4000 әлі күнге шейін есімнен кетпей жүрді мен.
Неге алмадым деп ойлайсыз ба кейінгі кезде? Жоқ, өйтіп ойламаймын. Керісінше, Аллаға сансыз мадақ айтам. Ол сол 91 жылдардың шамасы болатын. Мынау «Рекетир» фильміне түскендегідей, ол кезде бәрімен араласуым керек. Және мен үшін қазақтың жігіттері, мен оларға бандит деп қараған жоқпын. Батырлар деп қарадым. Олармен өте сыйласты болдық, құрметті болдық, Құдайға шүкір. Мафиямен байланыс болды. Сәлеммен, мен үшін мафия емес, ол төртеудің балалары мысалға, құрмандар. Атаба марқұм мен шақырып алатын, кейде өзі соғып қойдетін, сөйтіп таңды таң құрып шай ішіп әңгімелесетінбіз таңертеңге дейін. $4000 оқиғасына тоқталайықшы. Ол бір қызық оқиға. Бір күні қасымдағы жүрген бір інішектерімнің бірі. Сізбен бір кісілер жолыққысы келеді, деловое предложение деді. Алып келді, шақыр дедім да. Сөйтсем, бір қыз келді, әдемі, бойлар, ұзын, сұлу жаңағы кәдімгідей. Сосын киімдері инемен жіптен шыққандай, мен ойладым, бір Қазмұнайгазда істейтін адамдар ма бұл? Бұлар маған бір бизнес предлагать етейін деп отыр ма деп енді. Сөйтіп ол екеуі отырды, балалармен бәріміз отырмыз. Сөйтті де анау жұлып алғандай қылып, маған бейдесін біреуі. Орысша айта берейін бе? Айта беріңіз. Мы хотим вам предложить, дед, $4000 в месяц и без подписания каких-либо бумаг. Қол қоймай, саған ақша беріп отырамыз дейді. Сөйтсең, ана ақшаны санап кеткесін ғой, $4000 деген ол кезде үлкен ақша. Бір бөлмелі пәтер алуға да Алматыда мысалға. Ана ақша келеді екен, ай сайын келеді екен, оны анаған көбейт. Әжер ананы істер едім, мен мынаны істер едім деп уже қуып кеткенсің ғой кәдімгідей. Ананың бәрін есептеп жаңа. Сосын енді ғой, қалай да болса да осыны келісіп алып қалу керек деп бекейсің ғой іштей. Сосын айтам, что для этого надо делать деймін ғой оған. Орысша сөйлейді ол кісілер. Сөйтсем, мы хотим, чтобы вы нас крышевали, вас уважают, мы это знаем дейді. Не? Сосын өзім сасып қалдым басында. Что за бизнес у вас деп жаңа? Сұрамайын ба? Сөйтсем, мы одетые отборных 15-20 девушек дейді. Я говорю, что вы делаете деп жаңа? Сөйтсем жаңағы ненің қымбат тұр анау. Жеңіл жүріспен ақша табатын қыздар. Иә. Соның қымбат тұр екен бұл кісілер. Элитная деп қояды. Мә деген, бұл жерде $4000. Санада сандар сайрап. Миыңа сіңіп кеткен ғой, жаңаның бәрі есептері бұл 2 жылда қанша табатының, оның не алатының бәрі. Намысыңыз бен нәпсіңіз таразыда тұр. Қайсы жеңді? Және ол кезде оның ананың нәпсі, мынаның не дейтін уақыт емес, ол кезде сондай заман болатын. Жұрттың бәрі кез келген нәрсемен айналысады. Біреу арақ сата береді, біреу бүйте береді, біреу жаңағындай нелердегі крышавать етеді, Алик Шарик, Маликтер айғайлап атады, сондай бір заман болатын. Бірақ соның өзінде бір Алла сақтап, содан қиын болды мыналарға. Жоқ, істемеймін дей салушы өткен, 4000 деген нәрде дің етіп тұр да. Ал ондаймен айналысатын болсаң, ол жаман нәрсе ғой өте. Алла сақтасын ол. Кітаптан оқсаң да, кинодан көрсең де, ер адамның болашақтан үміті бар, абыройына кір келтірмеймін деген адамның айналысатын жұмысы емес ол. Сөйтінде 2-3 күнге не сұрадық? Тайм-аут. Біз ойланайық. Бірден жоқ деп жауап бермедіңіздер. Енді ана қалай 4000-ді ай сайын кетіп тұратын жібере саласың мысалға. Өзімізді енді оқуды бітіріп атқан жаңағы. Ақша керек. Конечно керек. Проекттардың бәрін жасау үшін ақша керек. Әнші жасайсың ба, топ жас, бәрібір. Содан балалармен де ақылдасып қаламыз ғой. Біреулер айтады, Быков поставим, сам же светиться не будешь деген сияқты жаңағы. Келсек та, алайық та. Бәрін бір тыңдап алдым, бәрінің ойы сол жаңа. Ақша алу керек. Ақша алу керек, ешкім білмейді ғой деген сияқты. Содан 3-ші күні келгенде бәрін отырысып қойдым да,
маған ол жат нәрсе вообще. Мен ақшаны қимай тұрмын, ақшаны алғым келіп тұр. Басқа қандай қара жұмыс болса да, не болса да мен оған барып істер едім мысалға. Бірақ мынандай жаңағыдай шайтани жердің бірдеңесінен бірдеңе көру, аты қандай жаман, Құдай сақтасын. Жеңгетай болудан бас тарттыңыз. Жоқ, үзілді кесілді. Сол 15 қызды көрдіңіз бе? Нем бар оны көрдім. 2 қыз қайта келді, 3 күннен кейін жауабын алып кетті. Иә. Жақсы. Ол кезде сіз ақшаға сатылмадыңыз. Жалпы осы өміріңізде ақшаға сатылған сәтіңіз болды ма? Өйткені ақша деген адамды арбайды. Ондай сәтім болған жоқ. Мен өзі қанша жоба жасасам да, үкіметтен бір тиын алып көрген емеспін. Ал ақшаға сатылу деген не ол? Мысалға, өзіңнің бір принциптарыңды, идеологияңды бұзып, еліңнің бұрышынан жерді алып, оны сатып жіберу деген сияқты ғой, мысалға. Алла сақтасын. Ақшаға сатылған жоқсыз. Шоу-бизнестің басқасында жүрдіңіз. Сізді құрметтейді, сыйлайды. Қазақ қыздарының, яғни шоу-бизнесте жүрген қазақ қыздарының арына ақша ұсынған азаматтар болды ма сіз арқылы? Гүлдердің кезінде болды, я. Алып келсең, бүйтіп келсең, әдемі қыздар болды, сұлу қыздар таңдап алдым. Өйткені сахнада көріп, ол әсіресе бишілерге ол жастықпенен оның түр әлпеті ғой, былайша айтқанда. Сондықтан 20 қыз бірінен бір өткен сұлу болады мысалға. Болды талай рет. Ең қомақты ұсыныс қанша қаражат? Гүлдердің қыздар үшін. Мен ондай қанша деген сөзге барған жоқпын. Өйткені ол соны айтып келатқан кезде мен бірденнен. Ол жаңаға ұқсас нәрсе ғой. Алла сақтасын. Тура жаңаға әңгімеге ұқсас нәрсе ғой ол. Сондықтан ондайларда мен бірденнен құтылып отырдым. Болмайды, жоқ. Олардың өйткені ата-аналары бар бізге келіп жүретін. Болмаса да ол қазақтың қыздары, мен ешқашан бір ондай бірдеңені сатып айналыспаппын, Алла сақтасын. Бұндай ұсыныстар кімнің тарапынан түседі? Әртүрлі. Билік басындағылар ма, кәсіпкерлер ме? Көбінесе кәсіпкерлер ғой. Кәсіпкерлер. Жақсы. Бір таңғаларлығы, сіздің жасаған жұмыстарыңызда қыздар тобы жоқ. Иә. Неге олай? Қыздар келмеді ме сізге? Бізге продюсер болмысшы деп. Келген, әлі де келеді. Көп келеді. Қыздармен жұмыс жасау, ол бөлек әлем. Бір рет қызық болды. Біздің Ұлытаудың қыздары көбінесе тұрмысқа шығып кетеді. Ауысып отырады. Ауысады, тұрмысқа шығады, бізге қиын әрине танымал бүкіл репертуарды білетін, бірақ енді оған күйге шықпа дей алмайсың ғой. Сөйтіп күйге шыққандардың бәрін құда болып барып, шығарып салып, бәрінде боламыз. Сөйтіп осы әсерімізді алған кезде енді әрқашан ата-анасымен сөйлесем бірінші. Ата-анасымен өзімен үшеуміз сөйлесіп, әкесі өзі. Сонда мен бүйдеппін. Ұлытауға қызыңыз кіргеннен кейін ол қыз болмайды деппін да оған. Өзім біртүрлі айтып қалдым, ниетім түзу, жаңа бір қызық шықты да. Сөйтсем анасы, неге қыз болмайды дейді. Мен айтам, өйткені бұл топ бір арнайы отряд сияқты. Бір звонок, біздер түнгі сағат 4-те шығып кетуіміз мүмкін. Бір звонок 9-да дайын болуым, әскердегідей тәртіп өйткені. Ал енді сіздің қызың қыз болмайды деген, ол енді жаңағы әскери тәртіппен. Жауынгер болады. Жауынгер болады. Әскери тәртіпке бағынады, осындай болады деп. Сол сияқты ғой, қыздармен жұмыс істеу әрине оңай нәрсе емес екенін де пайымдаймын. Ұсыныстар болды, әзіргі уақытта да болып тұрады. Жақсы. Келесі үй ашық, ең соңғы қызыл. Жылы деп баға бердіңіз ғой, қызыл үй ашыққа. Жылытып алайық. Жылы түс, қызыл, көк, суық түс. Қызыл үй ашықтың атауы бірінші бақ. Сіз өміріңізде басыңызға қонған бірінші бақ деп кімді, нені бағалайсыз? Бірінші бақ. Ата-аналарымыз шығар жаңағы.
ұстаздарымыз шығар. Немесе бұлай сәл бұлай алып келсең, ол Алла қосқан жарың болар. Яғни Қарақат ханым. Қарақат ханым сіздің бірінші жарыңыз ба? Иә. Бақ некелі алғашқы жарым Қарақат. Бірінші бақ деп айтсаң да келеді. Бұл сұрақты сұрап отырған себебіміз сіздің жарыңыз Қарақат ханым отандық арналардың біріне берген сұхбатында бұлай деген еді. Тыңдайық. Бірінші көтерген шаңырағы туралы, үйленгені туралы ешқандай бүкпесіз, жасырынсыз өзі қалай бар солай әңгімелеп берді. 1 жарым жыл мен онымен тұрдым деді. Біріншіде мен жас болдым деді. Артымнан ешкімге де жасырын емес деді. Қыздар лек-легімен жүгіріп, осы артымнан өзімде білмеймін дейді, бір керемет алып баратқан бойымда жоқ, немде жоқ осы, бірақ қыз әйел затты бір құмартқан бір жігіт болдым дейді. Қатты мені сүйген қыздардың бірі сондай балалықпен, былайша айтқанда жатақханада шалалықпен, бір толыққанды сезіммен, бір махаббат болып үйлендім деуге келмейді. Бұл таза балалықпен, шалалықпен болған жағдай деп айтты. Соның нәтижесінде біз ұзақ тұра алмадық деді. Өмірге бір бала келді, бірақ 40-нан жетпей шетінеді деді. Ал мені ұстаған сол бала ет деді. Мен үйленген жоқпын жатақханада. Кеше қарай мен бөлмеме қыздар көп келеді. Сол театральный институттың өзі менің бірге оқыған сокурсничкаларым бәрінен сұрасаңыздар айтып бере алады. Көп қыздар жақсы көретін да мені. Соның өзі үйленем деген ойда жоқ. Сөйткенде бір қыз соның ішінен тіптен жиі келетін болды, келіп жүріп ана жерді сүртіп жіберетін болды, мына жерді бүйтіп тазалап жіберетін болды деген сияқты. Артынан түсіндім мен оны. Сөйтіп ақырында өзін менің бойымды өзіне әбден үйретіп алды. Білдіртпей жүрікші. Яғни ол қыз өзі жабысты ма сізге? Ол қыз өзі ақырында бәрін білдіртпей, менде бір махаббатта болған жоқ, бір керемет үйреніп алдым ғой деймін мен. Бауыр басып қалдыңыз? Бауыр басқанда сол жатақханада ғой біз, ол келіп тұрады, оның өз бөлмесі бар. Біз солай тұрдық, типа. Ақ келін деп ауылға апармадыңыз. Бірақ сіздердің араларыңызда бала болды. Болған жоқ. Әлде Қарақат өтірік айтып отыр ма? Енді Қарақат ол мән-жайдың бәрін білмейді. Ол менің өмірім. Ол кезде Қарақат жоқ болатын. Ешқандай. Сондықтан мен өз басым оны үйлендім, немесе бала көрдім, немесе бірдеңе деп санамайым. Есептемеймін. Үйленем деген таза ой жоқ. Қателігіңізді мойындаудан қорқасыз ба? Бұл сіздің қателігіңіз ғой. Солай ма? Қалай деп айтсам болады. Қателік қай жерде ол? Яғни енді жаныңызға жақындап, сіздің жүрегіңізді баурап алған жанмен бірге тұрғаныңыз. Қызға кім сөз айтпайды, қымызды кім ішпейдінің ғана кері деп ойлаймын. Сондықтан Алматыда қанша арулар бар, маған тіптеннен құда түскендері болды, кәдімгідей. Әкелер құда түскен қыздар болды, қыздардың өздері құда түскен кездері болды. Өмірде неше түрлі бола берер екен негізі. Сізден бала сүйгісі келетін қыздар көп болды ма? Көп болды, әйелдер де кәдімгідей жазатын. Сөйтіп, сізден бала сүйгіміз келеді. Некеден сіз балаңыз бар ма? Жоқ. Екі ұлы бар дегенді естіп қалып жатамыз. Өтірік пе, рас па? Өтірік. Жалған. Жаңағы жатақханадағы оқиға шындық. Енді ол айтып отырмын ғой, ол қызға. Балалықпен болған шындық қой. Қызға кім сөз айтпайды, енді о жерде жүріп қыздармен әңгімелесіп жүріп, әңгімелескеннен кейін онымен қалайда бір жақындасасың. Әңгіме әрекет ары қарай жалғасты. Иә. Жақсы. Осы 6 үй ашық арқылы сіздің алғашқы қадамдарыңызға тоқталдық. Бағдарламаға келген қонағымызға үнемі қойылатын соңғы сұрақтың бірі. Осы жасқа келгенде түйгеніңіз? Түйгенім? Бұл енді қиын сұрақ. Ең бастысы, арың мен
абыройың сақтап қалу, жаңағындай біреуге қысастық жасамау, өтірік айтпау, алдамау деген нәрсенің шынымен де өте бір дұрыс нәрсе екенін түйсіндім әбден. Бұл сіздің түйгеніңіз? Иә. Жақсы. Қадірлі көрермен, бізде шағын жарнамадан кейін Қыдырәлі Болмановтың ең алғашқы қадамдарына үңілеміз, алыстамаңыз. Ең алғашқы. Бағдарламаның сенбілік саны Лидия Каденоваға арналады. Актрисаның қызыққа толы балалық шағы. Менімен жасты сандықша. Сіз 18-де, сандықша 69-да ғой. Енді солай ғой енді. Өнер иесінің театрдағы ең алғашқы рөлі. 10 шақты жыл театрдың ең мықты рөлдерін ойнап, өзімше сұмдық болып жүргем. Лидия келді де менің орныма қойды. Жарының өмірден өткені жайлы қаралы хабарды естіп есеңгіреп қалған актриса дәл сол сәтте неге сахнаға шықты? Спектакль ойнамай тұрып естіп қойған ұш. Сондай жүкпен ол спектакль ойнап шықты. Ойнап шықтым, бірақ айттым, ешкім келмесін қазып. Артистің мың бұралған биі. 70-ке келгенде де осындай жағдайға ұшыраймын деп ойлаған жоқпын. Осы сенбі 18:35-те Еуразия бірінші арнасында. Бағдарлама басында айтқан болатынбыз, соңында сізбен біз бір ең алғашқы қадамға бару керек деп. Жезқазғанның жігіті ретінде жілік шағып көрдіңіз бе? Жұдырықпен ба? Иә. Жоқ. Ендеше дәл қазір ең алғашқы бағдарламасының студиясында Қыдырәлі Болмановпен аман тасыған жілік шағып жарысады. Жілік шағып көрген емеспін. Мен де бірінші рет. Галстуксыз сайыс болсын. Көрейік, бірақ енді қалай ол дайындалмаған? Дайындалмаған сәттің куәсі боласыз, қадірлі көрермен. Арнамыздан ауыспаңыз. Қазір біз қадірлі қонағымыз екеуміз жілік шағамыз. Ал қымбатты көрермен, жақындаңыздар. Қыдырәлі аға, қазақ деп жүрген азаматсыз ғой, сондықтан да қазақтың ұмыт болып бара жатқан салтын жаңғырту мақсатында дәл қазір жілік шағып көрейік. Көрейік. Шағып көрмек. Ағама кезек бердім. Бірінші бастаңыз. Қолыңыз ауырып қалмады ма? А? Қолыңыз ауырмады ма? Мектепте жұқа ғой мынау енді. Сіз соңыз. Қыдырәлі аға, ер кезек үшке. Бұлайын қойып ол сияқты. Бұлай ма? Ал. Апа! Аға, жеңдіңіз. Қыдырәлі ағамыз, қадірлі көрермен, жілікті шағып тастады. Бұл Жезқазғанның төрінде етті жақсы көретін Қыдырәлі мырзаның жілік шағудағы ең алғашқы қадамы солай маға? Солай. Неге сіз енді Жезқазғанның төрінде жүріп жілік шақпағансыз? Мүмкіндік болмады ма? Жілік мүмкіндік көп болды. Менің анашым марқұм бүкіл ауылдың, сиырдың, тоқпа жіліктері болады ғой. Соның бәрін соғым сойғандардың бәріне жинап алатын. Өйткені біз каникулға келген кезде соны асып береді. Ол біздің мороженымыз болатын башықтан. Кемірігі бар, оның ортасынан балтамен шабасың, ішіндегі майын айтсаңшы. Жегенді жақсы көрем, шаққанды емес дейсіз ғой. Жақсы. Аға, уақыт бөліп келгеніңізге, ең алғашқы қадамдарға егжей-тегжейлі тоқталғаныңызға мың алғыс. Сізге қашанда шығармашылық табыс тілейміз, биікті бағындыра беріңіз. Сіз жасаған форматтарды біз асыға күтеміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін енді іштей бәрін ақтарып айта алмадым екен, уақыт қысқа. Ал әр адам өз өмірін суреттеген кезде ол не бір жықпыл-жықпыл сананың бір түкпірлеріне кетіп қалады да. Сондықтан бұл бастамасы болсын. Міндетті түрде бізбен сіздің арамызда тағы бір сұхбат болар келешекте. Бұйыртса. Қадірлі көрермен, осымен ең алғашқы бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны жүргізген аман тасыған өмірде аман жүріңіздер.